Açış tanıştırır. Жирек көзін жұмаған ағара. Кайфовый айтады. Связ бар, свет бар, амиго бар. You want? Удас. Thank you so much. Hello. Cueque Kyrgyzstan. Kursi canım, kara. Жұмысты алдым. Yok, karasay, tavazlar karasay. Құрттарына құрт жоқ, Короче, давайте кеттік, қазір автобус уже келді. Барымыз кетеміз, заттардың бәрін алыңдар. Сол жақта қаласыңдар бұл. Керек заттарымыз var. Қазақстан десе бұйыртса жеңіс жасаймыз. Біздің бас серіктес OneX компаниясына алғысымызды айтқымыз келеді. Жедел төлемдер, үлкен ұтыстар, спорт және киберспорт ойындарына кең таңдау бар. OneX компаниясы спортты тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде белсенді дамытуда. Біздің OneX рух промокодын қолдан да өзінің алғашқы депозитына 200% бонусыңды алып кет. OneX компаниясы. Đi đâu mà. Ui mày. Ахан дейді саған. Короче, кеше. Упа, Уже. балдар қайда? Балдар білмеймін. Жай. Так, қатта. Кеше ғана жонған едім деймін. Айпа асып бітті қайтадан. Үстіғыз думана палас жоқ, дым жоғын. Еріп жатыр оңай емес қой. Екі бон жүгіріп бітті ғой ма тренировкадан кейін. Бүгін менде бой. Таңертең ерте тұрып, тауға қарай жүгірдім. Бұжақтың климаты бөлек, адаптация бар. Енді жауапкершілік таңертең сезілді. Упа. Ау. Қазір. Ана екеуінікі уайым жоқ, қайғы жоқ. Бәрі амигон айтам да. Негізі мына жақта тұру деген өте қиын. Біздер енді төсектегі көрпеде жатып қалған адамбыз ғой. Таза үшін мына жақта палас жоқ қой жатасың. Сиырдың терісі, сондай үстінде кардон үстінде жатасың. Мынандай тұру дейді, анаудан қолынан келмейді. Аллахым сақтасын. Олардың күндерін ешкім жауыңа да тілемейсің ғой. Бірақ өте қиын тұрмыстары. Онда сен митик дайындалып бүгін бұйырса бой қош. Авайлаш кәді. Анау тас тағы әңгіме етеді, мама кенеқті балдар ұстауып көтеріп алмайды. Бартық проблема келеді. Ақырып жүрді. Мен кеше не алып келіп едім анаға. Құқталып келіп едім, балдарға құрттарып берейін. Сөйтші, бұл андай болып қалмай ма? Бекас деген. Ашшы болып, күндер сөздек түшпейді ма? Жоқ, қандай PlayStation не деп айтасың ба? Беріп қайтсам бірі беріп қайтсам. Қазақстанның тамағын таратып берейік та. Мен ауылдан алып көріп, мен аналарға бермеймін. Сақтап жүрмін. Мүтпейлім ма? Бөліп бер. Жей алмайды ма? Ауылы салып қоғам. Кел. Асықпаңдар. Біртіндеп асықпаңдар. Ас болсын, я? Ас болсын. Саған ба? Саған берейін ба?
Красавчик. Айғыр. Ұлдары қайда şimdi? Осы ғой şimdiki ұлы. Ана мультик жалмай қалды. İşte. Короче, мультик gibi mультик жалмай қалды. Қайда мультик қайда? Құрт. Қазақстан құрт. Құрт. This is our tradition food. For us, tradition food. This is milk. Milk. Küt. Sık. What was that? Şimdi ondan var, Қазақстан құртты жеп қой. Жемейді ме? Не болды? Мусор қойғанда, мусор. А? Мусор қойғанда. Қуасым сені натуре. Короче, бұлардың тілінде қора деген типа тәңір таман қора. Рахмет айтып отырсыз ғой бұларға. Оқу хепа дейді. Сарап үйреніп кетті. Құрттар ататын түсінбейді. Қалай? Анау milk. No beef, cow. Yes, cow. No beef, buka beef. No, cow. Pardon. Cow. Cow? Yeah. Right, it's right. андай не алады сосын ашылады жаңағы. This is our tradition, Kazakh food. Балалар андай не ғой? Қара күш қой бұлар. Қара күші. Мынау ерке болған сияқты өзен жоқ, үйреніп алған ғой. Настроена жүр. Боксқа ма? Бокс, я ерке болған, мынау шығайын жүр. Сен ерке болған сәбеден көрдің ба негізі? Ана жерде примерно кеп тұрғандарын көрдің бе? Тамақ жағынан екеуі көреді. Жоқ, қандай совет бердің ерке болған? Екеуінің қазір пока халқысын аша берсін деп. Тұлма деген Бірінші раунд қарап аласың да, сен өзің айтып отырасың оған да. Аңырып кетпейін. Алдындағындай көже сияқты. Excuse me. Жұмыртқа. Қора. No, chicken. Kukariku, chicken. Английші сөйлеп отырғаны мынаны. Бар английші. Простатит бар дейсің Сондай бізге бола ма? Жұмыртқа сұрауды. Көрсетіп берді ғой жұмайлы аныстап. Мен басым яйцеголовый. Ұқсай ма маған? Маған ұқсай ма? Маған ұқсайсың бе? Адам кез келген жерге үйренеді деген шынымен де рас екен. Адамдар бізге де үйренісіп, біз оларға үйренісіп, жататын жерге, ауа райына, кішкентай балалармен ойнап уже қуып кеттік ана жерде. Өзіміздің флагтарымызды ілуге рұқсат етті. Уже ол біздің оларға деген жақсы қарым-қатынасымыздың ықпалы деп ойлаймын. Ана не ғой? Кукарику дейді ғой, chicken. Children.
жұмыртқа yes? Yeah? Chicken, pork, жұмыртқа. Кукарику и пук. И амнямням지 소난다. 아, Aye, mina kurandisa huwanje kuimaliwa mbeheri. Nakurandisa ulira kunoro. Owanje karo mirandisa koma yo bingani umuronga hengeta. Oye mirandisa huwanje kuimaliwa mbeheri. Ha? 슈슈슈. Ojana. Aye, ami huwanje nu mirandisa huwanje ko bimaliwa ekutundi tambana. Huwanje bimaliwa mabitegim. Huwanje ngitamba yonene. Mairando bimaliwa ngitamba. Ayi henjana. Ha? 많이 Vingapi? 윙업 Oma yobinga ne ngomera ndo huwanye owangira ndo inambia oho mundu boya demwe 와 ha жырмама aye mama kuje miko huwanye bir жұмыртқа bir aye huwanye koyo kukoso imali ambi dam omena rai короче huwanye ilyo mahangu yitekero mia ilyo utasabongam huwanye njiji bana 오케이 анау жаңағы бар ғой жұмыртқасы one chicken one кейін мынау бітеді ғой мубиди киса мудима ангена huwanye муйгидирей ішетін ба әлі aye drink mi hinu kuno ondiring huwanye kasa ondiringi ilyo bilya ара chicken Мика, кукарику мынау это замена мынау сушняк кола aye omekende mu meura парай неде жоқ та яна переводчикта жоқ та ана аударатынбыз ami huwanje anjirina hino kulandi ладно hino kulandi fo huwanje kimirandi saidi okuimbia hiwo kutwa momi onge huwanje kibana вот ikawanje okurambana he kumunu no huwanje все хорошо pen бір жұмыртқа да офига әңгіме айтып Парай. Хорошо. бір нәрсе тамақ жеу керек Түсіндерші. Сендерге прикол айтайын ба? Короче, алдынан бері мына сүмсіктер неге қайта таудың басына бара береді десем андай ойлап жүрмін ғой. Тышып жүр деп олар андай. Нормально. Бүйтіп келе жаңағы бүйтіп жүр деп ойласам, жүрді қызық болады. Оказывается, жаңа соттың зарядтап келсем, бұларда сеть бар екен, интернет бар екен. Бізге айтпай жүр ғой ешақта. Жалып кетіп жатса, бұл менің соңғы видеом. Otelak bile internet stop bastan. İnternet. Yaptı. Bizge neге айтпағансыздар, сет бар екен, интернет бар екен. Бізге неге айтпағансыңдар? Интернет та, ловит та. Қандас. Жоғарыда дейді. Қандас. Жоғары барған сайын нормально сет шыға бастайды. Трайсу. Мына таза біздің ауылдағыдай ғой. Ауылда қораның үстінде отырған кезде. Erkek pon. Magic. Caramba. Бәсе бұлар нәріп қайта бұл бізге кесе береді деймін. Бір білгендері бар екен. Ондай бірақ енді. Лагарға білексің. Телефон. Кәбі балдарға айтып берейін. Телефон кек. Ка балдарымды атып келем, далбандар. Чөбөлмесе кек бады. Қазір. Егіл! Егіл! Ana zikra tuwali iswa. 오늘 여기다 발고는 여기 발령으로 반반반 더 있네. 반반대. 있네. 와. 있네. 오늘 여기 나고리 나네. 나고리.
이제 반대 있네. 반대. 있네. 보내게. 그리고. 홍기도 우리 나기도 바고 반대 보고 있네. 보내게. 그리고. 햄바. 햄보. 하지 햄보. 하지 햄보. 하지 햄보. 하지 햄보. 하지 햄보. 햄바. 어떻게? 건배. 언부원배. 부루원배. 헤이 부루와. 망고바. 망고. 훈하게. Ons maak 'n mensbolletjie van hom, boetjie. Ons maak 'n mensbolletjie van hom. Net zo. Ons maak 'n mensbolletjie van hom vandag. Ons maak 'n mensbolletjie van hom. gemaakt heeft. Ons braai hom. Ons braai hom. Braidio. Ons braai hom, bokke. Ons braai hom. Ons braai hom. Ons braai hom. Ons braai hom. Tasei. Ons braai hom. Je ziet dat Ons braai hom. je kasset moet met kracht Mag slaan. een mens Wat je worden met pet van gaat, geet dat chips net zo met kracht. Maak een mensbolletjie van hem. Geet dat chips met kracht. Tasei. Want dat ding maakt ons die elkaar. Mag Is een dat chip mens mag je worden met van kracht laat het die elkaar raken. Бүгінгі жекпе-жекке дайындығым шамалы, бірақ бар күш-жігерімді жинап командама жеңіс алып келем. Мен оған сенімдімін. Бауырларымның үмітін ақтау керек. Қарсыласымның салмағы бар, бірақ ол маған кедергі емес. Жеңіс бүгін менің қолымда. Спокойно, асықпай, атылмай, алдың қолмен постоянно тық-тық дергать етіп, короче. Шығарылсай, короче, дергать етіп, да-да-да, серия. Дергать етіп, алдап, кіріп алда, серия жасап. Ол, короче, астынан өтіп күтіп алады. Сен жақындайсың ғой? Сол кезде, короче, бір-екі рет алдың ғой мен. Прямой мынандай, короче. Прямой, боковой тұрда, тық-тық, почтальон вообще. Ана лақтырған кезде үстінен тық таста. Короче, күтіп атқан сияқтасың ғой үшін. Кірдің, астына көтерін боковоймен бітіресің. Кірдің, боковой қайтып сол қолмен ғой үшін. Постоянно алдың қолмен өтті. Тек алдың қолмен. Ол ана бейт жауға оқиды, буквально. Бүйтіп жүрді, короче. Қолын тартып тұру ұрсаң болады, короче. Үшін айтып тұрам ғой. Самый главный, спокойно. Эмоция беріліп, жынданып, неғып болма. Хорошо? Вот, все, спокойно. Давай, сәттілік. Бұйырса, жеңіс сенде болады. Менің қарсыласым осал емес, көрініп тұр. Техникасы бар, күші де бар. Енді мен осы күнге дейін 4 жекпе-жек өткіздім, барлығы уақытының ерте аяқталған. Ерке olan енді үміт тақтайды оған, мен ойымша. Өйткені дайындығы бар, жаңағы формасы бар, формада жүрген жігіт. Білмеймін, енді Еркебұлан осы бойда ұтылатын сияқты. Мен қарап отырмын. Еркебұлан шығады енді скоро, құдай бұйырса. Ол да жақсы өседі ғой, бірақ қарсыласын білмеймін кім екен. Климатқа үйренген жігіттер шамалы бүйтіп қарап қоямын, техникаларын өте мықты. Осы бойда ұтылатын сияқты. Қорқып отырмын. Мен ойымша Еркебұлан алып кетеді, бұйырса. Ассалаумалейкум, құрметті RFC көрермендері. Приветствую вас всех, уважаемые зрители, подписчики RFC Рухфайтинг Чемпионшип. Достар, бүгін жекпе-жек күні менің ойымша өте керемет, қарайтындай жекпе-жек болады. Ол өткені бүгін бізде Еркебұлан Жайсанбек шайнеп жатыр. Сіздер білетіндей, оның рекорды 4 жеңіс және де 0 жеңіліс. Бүгін осы жігіттердің жекпе-жектерін тамашалайтын боламыз, ал оның қарсыласы Марио бүгін оның уақытысынан ерте аяқтауға сөз берген. Ешқандай созбаймыз, каналға тіркеліп қойыңыздар. Лайк, комментарий, подписка, колокольчик. Алаңның қызыл бұрышына африкалық тайпаның жауынгері шақырылады. Оның жасы 25-те. Бұл жекпе-жекті уақытысынан ерте аяқтауға уәде берді. Қарсы алыңыздар. Марио де Уэма.
Келесі болып, алаңның көк бұрышына Қазақстанның нағыз мінезін, қайсарлығын көрсетуге келген батыр. RFC Медиа Лигасының жауынгері. Оның рекорды 4 жеңіліс дәмін татпаған. Қарсы алыңыздар, Еркебұлан Жайсамбек, лақабаты капитан. Бойцы, правила знаем, правила не нарушаем. Пожали руки. Повод. Ну что, погнали. Марио против Еркебулана. Мы начинаем. Ну, визуально Еркебулан как будто покрупнее выглядит. Ну и судя по стойке, оба имеют представление о единоборствах. Ну, про Еркебулан мы, конечно, знаем. Ну, а вот Марио для нас загадка. Что из себя представляет Марио? Да, довольно подвижный, с опущенной передней рукой. О, хорошая скоростя, да, здесь зарубаются просто на именно ближней дистанции. Отлично. Бьет жестко Марио, это было заметно, особенно крюк слева был хорош. Не ожидал, наверное, такого напора Еркебулан от своего оппонента, да. Было видно, что в небольшом таком замешательстве он был. И вот сейчас уже более-менее приноровился. Однотипно слишком действует. Причем оба. Вот повторяется постоянно. Раз, два, да, вот такой полубоковой справа очень часто наносится. Да, и это уже просто открытая рубка. Обратите внимание, мы не видим здесь ухищрений каких-то, тактик. Мы видим, что ребята просто зарубаются. Есть такой эмоциональный накал, конечно же. Но вот после первого раунда, скорее всего, пройдет. Будет уже более такой холодный расчет. Выжидает. Марио пытается вытянуть на себя Еркебулана. Ну и с передней руки просят зайти, разорвать дистанцию Еркебулана. Начинать атаки с передней руки. Есть, обработал. Есть попадание еще раз. Еркебулан здесь увлекся Марио атакой и поплатился за это. көрсетті, басынан ұр. Сына, чисто басынан ұр. Кейін басынан ұрасың ғой, басынан дамай теді ғой, қайт түшкен ұр. Бірақ алдың ол. Алдың оны, постоянно. Жақында, алдың оны істе. Посмотрим, насколько это повлияет на местного бойца. Еркебулана пытались более так по делу говорить, а вот Марио мы видим, что его просто накачивали эмоционально, чтобы он шел вперед и зарубался. Ну, Еркебулан сразу же идет вперед, есть, неплохо обрабатывает и нащупал. Есть попадание, есть, еще раз. Хороший темп задал Еркебулан. Тяжелый был на первый раунд, но поплыл, даже вот по стойке видно, что да, еле стоит, вот доработать только, да, и, скорее всего, вот удары по корпусу. Да, пробил. Вот эта самая первая атака по корпусу, она, кажется, вывела из строя Марио. Есть ощущение, что надолго этот поединок не продлится. Нащупал Еркебулан и вряд ли уже отпустит его. Дело за малым. Да, и вот постоянно в корпус еще раз.
Второй нокдаун подряд. Причем от удара в корпус, обратите внимание. И здесь немножко тоньше все устроено. Постоянно смотрит на свой угол и ждет, да, с надеждой, что они откажутся от продолжения поединка. Но, тем не менее, дают нам продолжить. Будет бить, да, еще раз присел. Но, тем не менее, это не нокдаун, обрабатывает постоянно по корпусу. Третий нокдаун, и, возможно, пора останавливать поединок. Все, поединок остановлен. Это технический нокаут от Иркеблан. Итак, друзья, техническим нокаутом во втором раунде победу одержал Еркеблан Жайсамбек, капитан. Еркеблан, әдемі жекпе-жек болды, бірақ бірінші раунд оңай болмады. Оны сені бетіңнен көрсе де болады. Не айтасың жекпе-жек туралы? Жалпы, мына жекпе-жек осы күнге дейін келген жекпе-жектерден ауыр болды. Себебі мықты енді. Мынандай соперник әлі кездескен жоқпын мен. Кулачка деймін. Жақсы өлі спорт. Сол, в общем, мына нәрсені осы жерде айту керек сияқты, Рамазан. Қалай айтты? Қалай айтады да? В этих джунглях появился новый король. Теперь казах будет казовать. Казах деп. Осы джунглиді айту керек. Мынау тамандалар, мына сөзді өздеріңе қосып алыңдар. Африкада біздің жер, Еркеблан төбелескен жер деп. Жеңіс құтты болсын, жеңіс құтты болсын. Рамазан, мынау өткен бойда ерасымен шыққанда дым сөйлемедім, білесің. Енді бүгін сөйлеймін. Африкада күнде сөйлеп жатқан жоқпыз. Жалпы мен айтам, осы күнге дейін міне 5-0. Енді пояс берсең деймін, Рама. Поясқа шыққым келеді. Кім бар маған лайықты? Сен бүгін оны маған айтқансың. Сенің салмақтарыңда пояс жасаймыз. Хорошо. Онда мен мына өткенде Апачи ана бойын қатты алаңдап Даникке рахмет айтуды ұмытып кетті. Апачи ойланып 3 раунд төбелесем деп. 1 раундта бітіп қойды. Сол үшін Даник ренжіме, Апачи екеуміз саған рахмет айтамыз. Үмітіңді ақтадық, брат. Сосын мені осы күнге дейін спонсор етіп жатқан Қазақ авто. Екіншісі қайда? Қазақ авто. Любой жер, кез келген жерден машина аласың. Және Пролайн. Менің спонсор мен деймін. Мына жақтамын. Жұмыс жоқ. Ар жақта мен баға шығамын. Осылар спонсор етіп асырап отыр. Рахмет. You showed very good fight. You started very good. You was fast. But what happened? You took a lot of body shots. I guess it's just a body shot. But you know what? I wanna rematch with him. And I know this time I'm gonna beat him. We can do it anytime, any day, any place. I'm ready for him. He's a good fighter, no hard feelings. But yeah, coming back for my revenge. That's what I want. I'm a fighter, and fighters are not supposed to get angry by losing. Okay. We don't lose. We learn from our mistakes. Okay. When I come back strong. It was very good fight. Yeah, you thank showed you. your technique, your speed. Just wanna, everybody that is watching from your country, they must know we are here. Africa is here. And we want to come show them a show again in your country. We want a rematch. Let's make it happen. No mercy. No mercy. Let's make it happen. Мындай бол. Қараңғы ғой. Мына кейін осы дым көрінбейді бар ғой. Қақтырып атқанын білмейсің.
No, bro, мен айтсам, выспайсың да. Thank you, bro. Guys. Сука, что ты хочешь? What do you eat, guys? Мына үшін фотосыздар қазір, қойыңдар жігіттер. Стоп. Окей, стоп. Амиг бол, сабырсыңдар. Жекпе-жекке шығам десеңдер, стейрдаун жасап жеріңдер. Let's make a stare-down. You feel it? Амиго, бол шығар жүрші. Жігіттер бол қойыңдар. Рамазан, мен аяқта жүрейін өзім. Keep calm, relax. Мен осы күн осы жақта жүргенімізде бір аптада болды ғой. Мына жақтың тұрғындары біздің киімдерге қызығады екен, Рамазан. Берш кейін Упучуктың аяқ киімін сұрады. Мына толстовка сұрап жүр екен. Марио, сопернигіме осыны кигізейін өзім. Мынау артында қазақ алаш. Қазақтың алашын біліп жүрсің. Менен подарок саған, брат. Мусорға киіп сама деп. Қазақ интеллигент. Қазақ intelligent. Марио, Тосын, бро. you are really very strong. Yes, I swear. Болды, мен болдым. You good man. Достар, осымен біздің бүгінгі шығарылымыз аяқталады. Марио жауынгер өте керемет жекпе-жек көрсетті. Бірінші раундта Еркебұлан шынымды айтсам біраз қиналды. Оны өзім де көрдім. Және де мына жерде екі ауыр салмақта. Амиг из Казахстана, сердце тигр, дух казах! Намибия! Достар, осымен бүгінгі шығарылым аяқталады. Еркебұланды комментарийда құттықтап жеріңіздер. Дәл қазір есеп 2-1 Қазақстан, Африка. Келесі жекпе-жектерді күтіңіздер, міндетті түрде каналға лайк, подписка, комментарий және де колокольчик. Келесі шығарылымда кездескенше. Негізі Мариоға қатты сеніп жүрдік. Мен жеңіліс дегенде жек көрем. Ана жерде өзім шығып төбелесім келді. Жеңуге болатын еді, бірақ осылай аяқталды. Айтқанымызды тыңдағанда олай болмайтын еді. Енді өз жекпе-жегімде мен жеңемін деп сөз бердім. Кеттік. Көңілім толмады. Қолғаптан соққы өте ауыр екен. Дайындап қойған соққылардың бәрін ұмытып қалдым ана жерде. Менің түсінгенім, өзіне қатты сенімді болу бұл қате. Қазақстан алға! Красавчик! Бізде. Бұландыр, ерге бүл атыр. Отқан жүр, ана қарам, Счет сегодня 2-1. 2-1. Еркебұлан, капитаны дейсің. Рахмет. Қарағыздар. Наско, я тебя люблю.
Капыны we want to Jaguar, we Jaguar деп қатты өздеріне көп алды ғой. Ертеңнен өзім шығам деп айтқанмын, шықтым. Бірақ соперник боксер екен. Мықты, оны мойындау керек. Бірақ кулачкаға шықпаған көрініп қалды да, кулачка басқаша ғой сәл. Мен жабайы төбелестім. Егер мен онымен бокстесіп шығатын болсам, жеңілетін едім. Соперник мықты, Марио. Респект. Да, жесткий бой болды бірақ. Жесткий бой болды. Бірінші раунд, бірінші раунд. Кім қай оператор бағана маған екінші раунд платшы брат деген. Хатың кім еді, бір ұмытып қалдым. Танко. Ау? Танко. Танко ше оператор, екінші раундта құлатасың деп өзі айтқан. Қазір жоқ, брат. Жігіттің несі орнала деген. Бірінші раунд енді жесткий болды. Жеңіс құтты болсын. Ева, молодец, красавчик. Айттым ғой басында екінші раунд аласың деп. Айтқандай оған жоқ, екінші раунда нокдаунға жіберді ғой. Не, жігіттер алдыға шықтық. Енді алдымызда тағы да бір қызық жекпе-жек күтіп тұр. Ол Дарабоздың жекпе-жегі. Эй, красава Дарабоз! Данияр Дарабоз, одинокий волк. Шесть болды. Қара акула. Сол, настрой қалай? Кіммен шығам деп ойлайсың, сен әлі білмейсің ғой қарсыласыңды. Қайсымен шыққың олады? Бәлкім ертең ана ұзын жігітпен. Мен ана кішкентай бойлы қабақпен шыққым келеді. Компа, сонымен шыққым келеді. Соны жеңсем, Бұжайдың сопернигіме шығуға дайынмын, 100%. Қара, Данияр, егер сен екеуін де ұтып кетсең, сен өзің чемпион деп санайтын шығарсың, Екеуін ұтып кетсем, мен чемпион санаған кезде поясқа төбесем ғой, поясқа құдай біледі. Негізі сонда сен Бұжайдан мықты болып тұрсың ғой. Ұтып кетсем мықты болам енді. Құдай біледі ғой. Алдынан айтамаймын, бірақ енді солай. Амиго, ана қабақ саған неге айтылып жатыр? Білмеймін. Қалай ұрасың енді? Іштен ұрам, бірінші өшет іштен ұрам, одан беттен ұрам. Беттен бастан. Бірақ енді бұлай күтіп тұрмайсың ғой? Күтіп тұрмайын. Осы жол. Сөз бересің? Сөз берем. Осы жол жақсы бой болатына 100% кепіл берем. Еркекше. Әке, ма эстафета саған. Жан, Қазақстан туын көтер, ма. Жыртап. Дәкең, жыртап. Артқа қара. Ей! Дәкесі, дөш камераға. Дәкесі! Бұр дезің. Жігіттер, енді қараңдар. Жаңа отельді айтып едім ғой мен. Осы жекпе-жекті ұтсаңдар, бір поражение жабылады. Ема. Маған қарап айтпашы. Рамазан, сен маған қарап айтпадың ба, анда көңілі сүй береді. Тағы да жекпе-жек ұтсаңдар, отельге барып демаласыңдар. Данияр, бәрі сенің қолыңда. Жасылап дайындал, настройста. Я еркекше сөз берем, алып берем ғой. Рамазан бағын, дым уайымдама. Досрочно бітіресің ба? Досрочно бітірем. Досрочно бітірем. Подвоить песен. Қай раундта бітіресің? Білмеймін енді. Бірінші раунд, не болса екінші раунд, екеуін біреу. Бірінші раунд, не екінші раунд. Мойт бірінші раундта бітіп қалады. Ал, давай, Данияр, сәттілік. Не істейсіңдер, ұйықтайсыңдар ма? Демалып, әңгіме айтып сәл. Рамазан, мен осы жақтың бастығы саған беріп жіберді. Маған ба? Иә, мықты шамалы хабар екен. Осылай беріп жіберді. Мықты ғана. Қайсысы қайда? Ар жақта келекші. Ажақтары ма? Ана мен дубинг ұстап шығатын ем ғой. Өткенде біреуіне видеомды көрсеткем, дубингмен шыққанша. Соған дубинг бергені. Иә, ана дубинг саған жұлып берген жоқ па деп айтады. Кешірім сұраймын. Мен жаңа бой жайлы айтайын. Ана жігіт бар ғой, негізі боксер екен. Боксер екен, бірақ кулачкаға үйреніспеген да. Кулачка, егер андай бокспен шықсақ, мықты екен. Кулачкаға үйреніс алмады просто. Біздің бас серіктес OneX компаниясына алғысымызды айтқымыз келеді. Жедел төлемдер, үлкен ұтыстар, спорт және киберспорт ойындарына кең таңдау бар. OneX компаниясы спортты тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде белсенді дамытуда. Біздің OneX рух промокодын қолдан да өзінің алғашқы депозитына 200% бонусыңды алып кет. OneX компаниясы. Хала, thank you, bro. Thank you. Сен ба берген? Рахмет, bro.
От души. Важақ қой мына жердің. Thank you, bro. От души. Қайтып алып кетіп қалмайын. Жо, мен беріп атқан жоқпын, әкел. Бердің ба, берген жоқсың ба? Убучук сен жұмыс Той тұрға берген сияқты. Oyewat valere. Жо, алмайым де, отыра сал. Сосын кеткенде. Oyewat valere. Упа тартып алған ғой. Қатты бергісі кеп тұрған жоқ сияқты. Упа, не алдайсың? Ау, білмеймін, қолдан жұлып алдым ғой. Камера дома. Упа, сен қалай? Мен жаңа айтып отырмын жігіттерге. Оңай жекпе-жек ешкімге керек емес, дұрыс па? Найыққа келсеңдер, бәрін ұтып кетіп қалсаңдар, ол да қызық болады ғой. Сосын дайындалыңдар. Мықты керемет сөз бар екен. Камера дома. Бүгін бой болады. Бүгін бой болады. Бүгін бой камера болады. Бүгін бой болады. Бүгін бой болады. Рахмет, бро. Шын ба, шын ниетпен ба? От души дейді. Аллаху акбар. Рахмет. Камера нанна, камера бынна. Барамыз ба? Бармаймыз жаным. Жеңдің, оның алды жеңіліс бол. Қазір жеңдің де. Енді жеңген сайын барамыз деп айтты. Жеңген, енді оның алды сендер жеңіліс бол. Енді сен жеңсең парасың. Бір надоел болғаны маған надоел емес, бір ұттым, бірақ сол жерде қонғанымыз маған жаман тиді. Тамақ сұраса тамақ дейсің. Жеңсем барамыз, тамақ бар болады, иә? Бүгінгі жеңсе тамақ. Бүгінгі тамақ Қалай болады ма? анау кезде отельде болдыңдар ғой, ұнады ғой. Бүгін енді жеңдік қой, тамақ болатын шығар енді. Қандай тамақ? Нормальный тамақ ішетін енді. Жоқ, осы жерде қалай не тамақ бар, соны жібересіңдер ғой жігіттер. Ол только жесткие условия. Бұл жерде нағыз сендердің мінездерің барлығы көрінеді. Енді қуырдақпен пешбармақ плов жоқ мына жақтан, манты жоқ. Оған ренжімеймін. Енді жеңдік қой бүгін қалай ол? Сен оның алдында енді сен командаң ұтылып қалды. Енді қазір жеңді, тепе-теңдік пайда болды, түсіндің ба? Енді ертең сен жесең, барасыңдар. Естіп па? Онда бүгін енді аш адамдар жатамыз ба? Қалай аш әкелдің ғой продукт сендерге, соны жеңдер. Продукт емес, төсек керек ма, жұмсақ қойып. Төсек нормально. Туалет керек. Жеге жатып еще не етті андай. Жаманда жеге жатыр, терін үстіне жатасың. Что енді? Сондай опыт қайда болады сенде? Ішінде еще ауа, терезесі жоқ па, ауа жоқ қош. Жігіттер, шыдаңдар. Оңай болады деп ешқашан жоқ. Бұндай зато ешкім істеп жатқан жоқ қой. Қазақстан қай жерінде көріңдер? СНГ-да кім Африкаға барып бір тайпамен бірге бойлар жасап отыр? Суда жоқ. А? Суда жоқ деймін. Су жоқ? Су бәрін алмайын қорамыз. Жылана бермеңдер, бойда ойланды. Бүгінше осында қонсайық. Бұйырса ертең дарабоз ала қалса еске жетсін. Дарабоз, егерде қолын алып қойшы Рамазанның, егерде ұтсақ ертең гостиница барамыз деп. Айтты ғой Рамазан өзі. Ертең ұтсақ гостиницаға железно барамыз, е? Не, железно. Естік, ә? Сен ұтсаң? Мен ұтсам гостиницаға барамыз, е? Ұтпасаң? Ұтпасақ Қаласың. қаламыз. Ұтсақ барамыз, жігітше. Жігіттер, менің жеңісім далаға шығармаңдар, енді ертең ұтып гостиницаға барайық, менікі далада қалып кетті ғой. Ертең болса. Мен ұтатын білгем Еркебұлан. Бірінші раунд қана сөйтіп ойнап, қалғанда шаршап қалатын оны білгем. Еркебұлан бірдеңе салып шықты деші, көргем деші. Біз мысалы шығатын болдық. Көп болдық, мынандай жерге бірінші рет қой келуіміз. Мынандай тайпада, мынандай үйшікті ішінде жату, ана-мынау адам қолына бәріміз жаңағыдай ақтөшекте жатып қалған адамдармыз. Мен ойлағам, бірнәрсе шағып ола ма деп жата бересің ғой. Бірнәрсе шағып ола ма? Арыстан бар мұнда. Жылан ба, бірнәрсе шағып ола ма? Арыстан бар мұнда. Білмейсің ғой жерге жатқан. Парт бар, леопард бар, гиена Көрпеш бар. жоқ. Байқадыңдар ма? Біз кеше гостиницаға барып, шамал тамақ ішіп, душқа түсіп, Адам болып үйдегілермен сөйлескеннен кейін бар, шамал уже мотивация басқаша болып. Энергия жинап келді ғой. Бір зарядталып қайттым ғой. Енді дарабоз ертең ұртып, біздер гостиницаға баратын болсақ, может, тағы да ұтып қаламыз, да? Конечно. Давай, жігіттер, мен кеттім. Қайтыңдаршы ба? Камераны мен алып хотя бы, пожалуйста. Давай, жолымыз әке. Әке, үйде келіп қанда су ішіне қалыңыз. Если что, осындамыз ғой. Су ішіне.
И осы. айтып тұр ғой, от деп тұр. Соны ертең ұтамын ғой, сосын барамын. түсіндіріп берсең мына түсінбей жатыр мен Дүңгірексің. Дырбоз. Сен атамасаң қотарауыз. Өлсем де аламын ертең. Барамыз гостиница. өлмеп қой даже ондай жабасақ. Короче, ұйықтаңдар, жатыңдар. Демалыңдар. Жатыңдар дейді. Страдать етіңдер, қиналыңдар дейсіз. Азамат емессің бе? Жоқ, погодасы ұқсас. Айтып берейік, амана бір инструктаж өтіп алатын едік те, мұнда қалай выживать ету керек. Соны істеріңізді қосып. Реалити. Анда инкогнито жолда кетті мұнда. Жамбула! Кет қаш бұл, жылай береді, кет қаш. Кет қаш бұл, жылай береді бұл. Сен аузысы, сен де барып демалсыз. Сен демал. Майма қуат. Мен ойлап жүрген сияқты, мен одан қорқып жүрмін деп. Ол особо ондай стычка болған жоқ та. Келіп маған атылып. Careful of the fire, guys. Қой. Қайдан кет? Нормально, өтті. Далбандар. No Dalban.